Высшее я деген ол кім? Қазақша түсіндіруім. Высшее я деген ол кім дегендерге ол жердегі адамның жоғарғы аспандағы мен деген мағынаны білдіреді. Немесе оның аспандағы оны қолдап, қуаттап жүретін рухы десем де болады. Орысша айтқанда оны высшее я немесе высший дух, высшее космическое сознание дейді. Ол аспандағы жаратқан иемізден шыққан таза, тығыз энергия болғанымен, жердегі адаммен байланысып, оның ми арқылы сөйлесе алады. Негізінде ол жаңа туылған нәрестеге жан беріп, нұрынан бір бөлігін береді. Содан соң нәрестеге жан бітіп, олар өмір бойы кіндігі бірдей бір-бірімен байланысып тұрады. Бірақ кеңес өкіметі кезінде көп адамдар Құдайға сенбегендіктен байланыс жіптері үзілген. Жердегі адам мен оның жоғарғы аспандағы мені бір-бірін толықтырып тұрады. Жердегі адамда бар деректер онда да бар. Ол жердегі адамның бар деректерін сақтаушысы десем де болады. Жердегі адам онымен тек Құдайға, жаратқан иемізге деген сенім арқылы байланысады. Сенім жоқ жерде онымен байланыс үзіледі. Сол үшін бұл байланыста сенім үлкен рөл атқарады. Негізінде ол өзінің жердегі адамын қолдап, қуаттап жүреді. Ол жаратқан иеміздің нұрынан жаралған тығыз энергия болған соң, ол әр кейіпте өзгере береді. Оның әр кейіпке өзгеретін себебі ауа райына да, адамдардың ойларына да байланысты болады. Жоғарғы аспандағы мен қандай деген сұраққа адамдар қанша әртүрлі болса, оларда сондай әртүрлі мінездері болады. Әртүрлі мінезді болады. Негізінде жоғарғы аспандағы рух, ол жердегі адамы сүрінсе тұрғызады, ауырса емделуіне себепші болады, адасса жол көрсетеді. Сол жолдағы қауіп қатерден ескертіп тұрады. Олар өздері оқыс қауіптерден адамын сақтап қала алмауы да мүмкін. Бірақ неге десеңіздер, оқыс қауіп қатерден арашалап алып қалатындар, ол жаратқан иеміздің заңы арқылы үлкенді кішілі құдайлар, әруақтар, тағы басқалар. Бірақ жоғарғы аспандағы рух адамның аман қалуына себепші болуы мүмкін. Және ол өзінің жердегі адамына қастандық істеген адамдарға олар өлетін кездерінде жаза алуына себепші болады. Кейбір адамдардың қорғаушысы біреу болса, ал кейбіреулерінде 2-3 және одан да көп болуы мүмкін. Ал жоғарғы аспандағы рух, ол жердегі адамын кейде образбен, кейде сезім арқылы, кейде түс арқылы алдын ала ескертіп тұрады. Ал кейде адамның өзінің ми арқылы да жеткізіп тұрады. Ол жердегі адамның миындағы бар деректерді талдап, тексеріп, қандай өнерге бейім екенінді көрсетеді. Қандай таланттарың болса, соны да шығарады. Оны ешқашан алдап болмайды. Неге десең, ол сенің миындағы бар ойларды сенің миын арқылы бүге-шүгесіне дейін оқып отырады. Құдай бәрін көреді, біледі, естиді деген нағыз осы сөз. Бірақ мұндай қатынас сенің миыңмен байланысқанда ғана болады. Жоғарғы аспандағы рух, ол кемшіліктерін болса түзейді. Оны түзеу үшін күліп те айтады, кейде қорқытып та айтады. Бірақ жердегі адамын ешқашан жаманшылыққа қимайды. Ол жердегі адамның әрдайым кемшіліктерін түсінеді, кешіреді. Менің ойымша, оның кешірімшілігі шексіз деген сөзді мойындаймын. Сол жоғарғы аспандағы рух арқылы сен өзіңді жақсы түсінетін боласың. Өзіңді түсінсең, сол арқылы жаратқан иемізді көңіліңмен түсінетін боласың. Құдай жолын түсінгің келсе, бірінші өзіңді біл деген нағыз сөз осы. Өзіңді біл дегені, ол саған Құдай берген қасиеттерді пайдаланып, іс жүргізетін болсаң, сонда сол арқылы жаратқан иеміздің саған берген өмірін бұл өмірде ақтайсың деген сөз.
Жаратқан иеміздің заңы ол космостың заңы. Ол аспанда да, жерде де, айналадағы ауада да, табиғатта да, әр нәрселерде де, адамның ішінде де бар. Өмірдің өзі сол космостың заңымен айналады. Ал біз космостың шетте емеспіз. Сондықтан не де болса сонымен бірге көреміз. Таяқтың екі ұшы бар дегендей, бұл да космостың бір заңы. Алдыңғы уақытта әр нәрсенің жақсы жағы да бар, жаман да жағы бар дейтін едік. Ал қазіргі түсінік бойынша оның жаман жағын олай деп атамаймыз. Неге десеңіздер, әлі өсіп дамитын өмірдің сатысындағы нәрселер деп қоямыз. Ал адамдардың өз қалауы бар деген заң бойынша қайсы жағын таңдасан да өз еркін. Бірақ мұндай жағдайда ақырында өзің көресің. Осы жазбамда сіздерге жоғарғы аспандағы рух туралы түсіндірдім. Осының бәрін айтқанда, ол сенің аспандағы құдайың, қорғаушы періштең десем де болады. Сол үшін мен оны о баста қорғаушы періштем деп жазбаларымда жазған едім. Сол әдетім бойынша қазірде жазбаларымда оны осылай деп атап жүрмін. Бірақ бір айта кететін жағдай. Ол жоғарғы аспандағы мен жердегі адамның байланысы не жақсы жағына, не жаман жағына бұрылуы мүмкін. Ол тек жердегі адамның шешіміне байланысты.